криптовалюта нарығында не болып жатқан көруге көмектесетін осындай CryptoBubbles деген сервис бар. Бұны қалай қолдануға болады? Бірінші CryptoBubbles.com деген сайтқа өтеміз. Сілтеме осы видеоның астында. Бұл жерде біз әртүрлі ақпараттарды көре аламыз. Бұл жерде криптовалюталар түрі әртүрлі. Мына жасыл болып тұрғандары, бұлар өсіп жатқандары, мынадай қызыл болып тұрғандары бар. Бұлар керісінше құлап жатқандары. Және бір аптаның ішінде. Егер біз плюсты басатын болсақ, бір апта емес, мысалға 5 минут, одан кейін 15 минуттың ішінде не өзгеріс болды, 1 сағаттың ішінде деген секілді. Мысалы 5 минут дегенді қарайтын болсам, соңғы 5 минуттың ішінде мынау құлаған, мынау өскен. Керісінше бір 15 минут десек, керісінше болуы мүмкін. Және соңғы 1 жылдың ішінде қарайтын болсақ, көбі құлаған, мынау сияқты криптовалюталар бар, бұлар өскен. Осылай міне вкладканы ауыстырып көруге болады. Және мына жерден 1 жыл деген емес, мысалға 1 ай деген таңдаймыз. Сол кезде объем рынок бойынша көруімізге болады. Объем рынок, размер пузырь және контент пузырь. Рейтинг бойынша, мына жерде міне рейтинг бойынша мынау 1-ші тұр, мынау 2-ші тұр, мынау 4-ші деген секілді. Аты бойынша, өзгерісі бойынша міне көруге болады осылай. Одан кейін жоғарысында топ 100 деп тұр. Біз бұл жерден топ 100-ді емес, мысалы топ 200-ді, топ 1000-ды көре аламыз. Және қосымша астында тағы бір пайдалы функция бар. Бұл крипто биржалар. Binance дегенді басатын болсақ, тек қана Binance биржасында бар криптовалюталарды біз көре аламыз. Соңғы 1 жылдың ішінде өзгерістер, объем рынок, 24 сағаттағы объем бойынша плюс и соған қатысты. Тек қана Binance-тың ішінен ғана. Және Binance емес, KuCoin деген мысалға биржа бар. Сол жердегілерді де көре алуымызға болады. Және Coinbase деген бар, FTX. Бұл жер таңдаған кезде ескеретін тағы бір жайт, мынандай көп болып тұрған кезде компьютеріңіз нашар болатын болса, мынау қатты тупит етуі мүмкін сайт. Топ 100, топ 800. Одан кейін избранный деген бар. Егер біз бұны басатын болсақ, тек қана менде үшеуі шығып тұр, ал сізден ештеңе шықпайды. Неге? Бірінші біз мысалға 100 деген таңдаймыз. Сол жерден кез келген үстін басамыз да, мына избранныйға қосатынды басамыз. Мынаны басамыз. Мынаны басамыз. Мен тек қана кездейсоқ қосып көрген, бір-екеуін, маған бұл функцияны қатты қолданбаймын. Мынаны басамыз, сол кезде қайттан избранныйды басатын болсақ, бізге жаңағы таңдағандарымызды ғана мына жерден көрсетеді. Тек өзіміздің алған бір криптовалюталарды мына жерден көруге болады. Одан кейін шетінде настройка деген батырма бар. Осыны басатын болсақ, бізге низатты көрсетеді. Мына жерде избранный дедік. Егер топ 100 таңдайтын болсақ, топ 100-ді көрсетеді. Валюта деген бар, доллар, рубль, евро деген секілді. Язык деген бар, мысалға английский, егер қай тіл ыңғайлы, сол тілге қоюға болады. Мен английскийге қояйын, және түстер бар, red, green, немесе мынандай yellow және blue. Енді көбінің қолданатыны осы. Жасыл болатын болса өскеннің белгісі, егер қызыл болып тұрса, бұл құлап жатқанның белгісі, және мына жерде минус 21% деп тұр. 21%-ке құлаған, мынау 77 деп тұр, плюс демек 77%-ке өскен. Мына пузырьдың размері бұл, мына жерден біз қандай параметр таңдадық, соған байланысты. Қазір түсінікті болу үшін мен орысшаға қояйын, плюсты басамыз. Соңғы 1 жылдың ішінде объем рынок мысалға. Қайсында объем көп, соның мысалға пузыры үлкен болады мына жерде. Цветін өзгертсек болады, егер мынадай түстерінің өзгергені қатты маңызды емес болса, осыны нейтральныйға қоямыз, немесе бұлай өзгерте аламыз. Және мына жерге өзімізше бір ат қойсақ болады, өзімізге ыңғайлы ретінде. Керек емес болатын болса, қайтадан кез келген басамыз да, осыны басамыз, өзгерту дегенді және жоямыз.